Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге Samsung компаниясының шығу тарихы жайлы айтатын боламын. Samsung Group оңтүстік Кореядағы ең ірі компаниялар тобының бірі. Әлемдік нарықта тұрмыстық техника, аудио және видео құрылғылар шығарушы ретінде белгілі. Компанияның негізі қалай қаланды? Samsung'тың тарихы Тегу қаласындағы шағын қоймадан бастау алады. 1930 жылдары Ли Бен-шхоль атты кәсіпкер өз кәсібін ашады. Ол кезде күріш ұнын тартып, өзінің дүңгіршегінде жұмысын дөңгелетіп жүреді. Бұл уақыт Кореяның Жапония колониясы болған кез еді. Ел ішінде жеке кәсіпкерлікпен айналысу өте қиын болған. 1938 жылдарға қарай бизнесмен құрамында 40 адамы бар сауда фирмасын ашады. Кәсібі Кореядан Қытай, Манчжурияға күріш, қант, кептірілген балық экспорттау. Азық-түлік өнімдерін жеткізу жұмысы жақсы дамығаны сонша, Samsung Trading Company енді сауда белгісі ретінде ресми тіркелді. Корея үшін компания атауы тым болса да, бұл кәсіпкердің жоспарының ауқымдылығын байқатқандай болды. Корей тілінен аударғанда Samsung 3 жұлдыз дегенді білдіреді. Компанияның алғашқы логотипінде 3 жұлдыз орын алған еді. Бұл атау Ли Бен-шхольдің 3 ұлының құрметіне аталуы да мүмкін деген нұсқаулар бар. Samsung қазіргі таңда оңтүстік Кореяның халықаралық ықпалы мен құдіреттілігінің синониміне айналып үлгерді. Екінші дүниежүзілік соғыс Samsung'тың одан әрмен дамуына үлкен үлес қосты. ақш әскері Корей түбегіне тоқтап, оңтүстік Кореяны жапондықтардан құтқарады. Бұл уақытта Ли Бен-шхольдің күріш арағы мен сырасын өндіретін ірі зауыты жұмыс істеп тұрған. Кәсіпкер Америка құрлығымен арада сауда байланысын орнатуға даяр еді. Бірақ 1950 жылы Корей түбегінде азамат соғысы басталып кетті. Компанияның негізі қоймалары мен майдан сызығында қалып кетеді. Бұл Ли Бен-шхольдің кәсібін қиратқан жағдай еді. Қоймалар мен зауыттар тоналып, бизнесменнің үйі өртке оранады. Бірақ Ли Бен-шхольдің кәсібі көп ұзамай қайта жанданады. Аңыз бойынша компанияның қайта өрлеуі 1951 жылы кәсіпкердің күл-қоқыстың арасынан ақша тауып алғаннан басталады. Ол бірден табылған ақшаны тоқыма фабрикасы, қант зауыты мен сақтандыру компаниясы секілді жаңа істерге салады. Samsung Shell Industries 1954 жылы негізі қаланған компания. Бұл тоқыма мануфактурасы ретінде оңтүстік Кореяның сән индустриясында көшбасшысы болды. Сонымен бірге химиялық материалдар, синтетикалық шайыр және жартылай өткізгіш дисплейлер жасауға арналған қоспалар жасаумен айналысады. Аталған компания Benpol, Galaxy, Rogers және Lensmer атты Корей киімі брендтерін шығарады. 1950 жылдары оңтүстік Кореяның президенті Ли Сун-ман мен жақсы қарым-қатынаста болған Ли Бен-шхоль елдегі ең бай әрі атақты бизнесмен болып шыға келеді. 1960 жылдары Кореяда адам басына орта есептегі табыс көлемі $80 аспайтын. Сол уақытта тіпті елордасы Сеулдің өзінде тұрақты электр қуаты болмаған. Компанияның бұл өрлеу кезеңі қаншалықпа екпінді болса, соншалықты өткінші болды. Әскери төңкеріс нәтижесінде Ли Сун-ман қызметінен кетеді. Оның жақын араласқандары репрессияға ұшырап, Ли Бен-шхольді қамауға алады. Оған себеп пара алушылық пен президентпен арадағы жақындық. Корей соғысынан кейінгі Samsung. 2 рет кәсібі суға кеткен кәсіпкердің жұлдызы 3-ші рет жанады. Оңтүстік Кореяның жаңа президенті генерал Пак Чхон-хи өндірістік және экономикалық реформалар бастайды. Экономиканың өндірістік секторын дамытуға арналған бағдарламалар жасалып, ақш пен арада экспортта бағытталған тығыз байланыс орнатады. Шетелден қарыз алып, шикізат пен заманауи технологиялар алу жоспарланады. Қолға түскен табысты қайтадан шикізат технологияларға салып отыру керек болады. Корей реформаторлары тұрақты экономиканың ірі концерндерге арқа сүйеуі керек деген байламға келеді. Бірақ ірі концерндерге қысқа мерзім ішінде ашу керек болады. Кореяның алдыңғы қатарлы бизнесмендеріне несиелер мен қарыздар беріліп, компаниялар мемлекеттік тапсырыспен қамтамасыз етіле бастады. Нақты құқықтық және салықтық бостандық кіші кәсіпорындарының ауқымын кеңейтуге үлкен жол ашады. Нәтижесінде 30 чеболь құрылады, яғни бизнестің флагмандары. Олардың ішінде Gold Star, LG,
Hyundai, Devo және Samsung бар. Басшылыққа түрмеден шыққан Ли Бенчхоль келді. Реформаторлардың ойынша, әр чеболь экономиканың нақты бір бөліміне жауап беруі тиіс еді. Samsung электроника, Hyundai құрылыс, Devo автокөлік шығару, Goldstar тұрмыстық техника. Компаниялар өз үшін жаңа саланы меңгеруге асқан құлшыныспен кірісті. 1960 жылдары Ли әулеті өз бизнесін кеңейтеді. Азияда тыңайтқыш өндіретін ірі фабрика салады. Jung Eng газетін негізін салып, кеме жасаумен қонақ үй, университет, ауруханалар салып, азаматтарды сақтандыру жүйесін жасайды. Хронология. 1970 жылдың тамыз айында корпорацияның бас кеңсесі Сувон қаласына көшіріледі. Желтоқсанда тұрмыстық техника жасайтын зауыттың құрылысы аяқталады. Осы уақыт ішінде компанияға Корея телекоммуникация қосылады. Нәтижесінде кір жуғыш машиналар мен тоңазытқыштардың жаппай шығарылымы басталады. 1974 жылдың қыркүйек айында алғашқы Samsung ауа салқындатқышы жарыққа шығады. 1976 жылы компания жеке компрессорлар өндірісін ашады. 1977 жылы Samsung Electronic компаниясының экспорттық көлемдері $100 миллион асады. 1978 жылы ақш-та Samsung-тың алғашқы өкілдігі құрылады. 1790 жылдардың соңына қарай орын алған экономикалық дағдарыстың әсерінен Samsung Electronic шығын әкеле бастайды. 1979 жылы алғашқы тұрмыстық бейнемагнитофон шығады. Тауар бағасының жартысын жапондықтарға беруге мәжбүр болады. Себебі технология мен дизайн солардан алынған еді. Басқа елдерде Samsung өнімдері басқа брендтермен немесе өте төмен бағаларда сатылып жүрді. 1984 жылы Англияда сауда өкілеттігі ашылады. ақш-та дыбыс және бейне құрылғылар өндіретін зауыт салынады. Сонымен қатар қысқа толқынды пеш зауыты салынады. 1986 жылы Samsung Electronic Корей менеджмент қауымдастығынан жылдың үздік компаниясы аталымын жеңіп алады. Осы жылы компания 10 миллионшы түсті телевизорын шығарып, Канада, Аустралияда сауда өкілеттілігін Калифорния мен Токиодағы ғылыми зерттеу зертханаларын ашады. 1987 жылы компания басшылығына Ли Бенчхольдің кіші ұлы Ли Гонхи келеді. Оның келуімен жаңа реформалар орын алады. Ол шығарылатын өнімнің сапасына баса мән береді. Осыған дейінгі көптеген дәстүрлерге өзгеріс енгізеді. Өзгерістер компанияның қаржылық ахуалына жақсы жағынан әсер етеді. Samsung Electronic табысы тағы да көтеріледі. 1988 жылы Samsung Сеулдегі Олимпиада ойындарының ұлттық демеушісіне айналады. 1988 жылдың күзінде Samsung Semiconductor телекоммуникацияға қосылады. 1988-1989 жылдары Франция, Таиланд, Малайзияда өкілеттігі ашылады. 1989 жылға қарай Samsung Electronic әлем бойынша жартылай өткізгіш өнімдерді шығарудан 13-ші орында тұрады. 1990 жылдары Samsung Electronic өзін жан-жақты дамытады. Менеджмент құрылымын жақсарту мақсатында 1992 жылдың желтоқсан айында Samsung Electronicте президенттік басқарудың бірыңғай жүйесі енгізіледі. 1991-1992 жылдары дербес мобильді құрылғысы секторы бір жолға қойылады. Сонымен қатар ұялы телефон жүйесі жасалады. 1991 жылы мемлекеттік академиялық үлкен театрмен серіктестік басталады. Осының арқасында үлкен театрда заманауи аппаратуралар, техникалық базаларда модернизациялау мүмкіндігі пайда болады. Қаржылық қолдауға Samsung компаниясы 1991-2001 жылдар аралығында $2 миллион артық бөлген. Үлкен театрдың жеке жобаларында Samsung қаржыландырады. 15 жыл аралығында үлкен театрға Samsung қолдау көрсетіп келеді. Жаңа эмблема жасау барысында философиясыз болмайды. Компанияның философиясы адалдық, серіктестік және кәсіби білік. Қазіргі логотип компанияның атауы ішінен жазылған көк эллипс. Керемет үйлескен дизайн мен сәтті жарнамалық компания өз қызметтерін артығымен орындады. Логотипті бүгінде танымайтын адам жоқ. Эллипс пішінді логотип әлем кеңсесіндегі қозғалысты, жаңару идеясын және жоғарыға көтерілуді білдіреді. Қазіргі логотип 1993 жылы енгізілген. 1994 жылы сауда көлемі 5 миллиард ақш долларына жетеді, ал 1995 жылы экспорт көлемі 10 миллиард доллардан асып түседі. 1997 жылы Samsung Эрмитажбен серіктестікке айналады. Компания мемлекеттік Эрмитажға материалдық техникалық қолдау көрсетеді.
1997 жылда мамыр айында Samsung Electronic сымсыз байланыс құралдары категориясында Олимпиада серіктестігі атанады. Шанхайда CDMA құрылғыларының бас экспортына айналады. Осы жылы компания салмағы 137 грамм болатын әлемдегі ең жеңіл CDMA телефонын шығарылады. 1998 жылы сұйық кристалды мониторлар нарығының ең үлкен еншісі осы компанияға тиесілі болады. Санды теледидарлар өндірісін жаппай шығару осы жылдан басталып кетеді. 1999 жылдың қаңтар айында Forbes Global журналы Samsung Electronic'ке тұрмыстық электроника өндірісіндегі үздік компания сыйлығымен марапаттайды. 2001 жылдан бастап компания Ресей Олимпиада комитетінің бас серіктестігі лауазымына иеленеді. Компания демеушілік пен меценатқа аса мән береді. 2004 жылы компания жыл бренді аталымын бедел және сенім номинациясында жеңіп алады. Одан бөлек түрлі тауарлық номинацияларда 2 алтын және 1 күміс жүлдеге ие болады. 2005 жылы компания сатылымы шамамен 57 миллиард долларды құрайды, ал таза табысы 7,5 миллиард доллар болады. Және Челси футбол клубының негізгі демеушісі ретінде де жұмысын осы жылы бастайды. 2007 жылы компания интернет ТВ-мен таныстырады. Бұл бір уақытта телебағдарламаларды қарау және интернеттен ақпарат алу мүмкіндігі. Сәл кейінірек Samsung Smart TV жарыққа шығады. 2010 жылы 3D теледидарды сатылымы басталады. Алғашқы жарты жылда миллионға жуық данасы сатылады. Компания индустриясындағы үйге арналған CD құрылғылары бар компаниялардың алғашқысы болады. Теледидар, Blu-ray ойнатқышы, контент және көзілдірік. Ұялы телефондар мен смартфондар. Samsung телекоммуникация нарығына 1977 жылы шығады. 10 жыл өткен соң 1988 жылы Корей нарығында SH100 ұялы телефоны пайда болады. Бұл тек Samsung'тың алғашқы телефоны емес, Кореядағы алғашқы телефоны ретінде тарихта қалған. Тачскринді алғашқы телефонын Samsung 2008 жылы шығарады. Ал Android жүйесіндегі алғашқы телефон 2008 жылы шыққан. Бұл алғашқы Galaxy болатын. Диагоналы 3,2 дюймдік AMOLED дисплейі бар телефон. Wi-Fi-ға қосылатын және GPS қондырғысымен жабдықталған. Бүгінде айта берсек Samsung брендтерінің қатысы жоқ кәсіпті табу қиын. Қай салада болмасын қолтаңбасын қалтырып жүретін компанияның қарқыны қатты. Тұтынушыға керек дүниені ұсынудан алдын ала жан салмайтын компания әлі қандай тосын сый жасар екен. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған Доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.